Біз бүгін 2000 қағаз таратамыз. Және күнде кешке осы уақытта автобустар шығатын кезде біздің жігіттер келіп, дәл осындай қағаздарды халыққа таратады. Күнде кешке. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз қазір премьер-министрге хат жолдап жатырмыз. Премьер-министрге әрине бұл жерде түсіну керек. Тек қана белгілі бір автобустарды түннен күндізге аударып, біз түбегейлі мәселені шеше алмаймыз. Сондықтан бұл жерде жалпы биліктің, мемлекеттің оңтайлы көзқарасы керек. Оңтайлы көзқарасы керек. Жаңа ғана міне автобус жүргізетін азаматтардың кейбіреулері айтып жатыр. Егер де маршруттың бәрін ашып берсе, беретін болса, егер халықтың бәрі үйренетін болса, біз қарсы емеспіз дейді. Яғни бұл жерде кім жұмыс жасау керек? Әрине билік жұмыс жасау керек. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Сондықтан биліктен біз нақты шешімдер күтеміз. Егер де нақты шешімдер болмайтын болса, біз дәл осындай акцияларымызды, іс-шараларымызды бұдан ары қарай жалғастыра береміз. Сайранда өткіземіз, саяхатта өткіземіз, Шымкентте өткіземіз, Таразда өткіземіз, Қызылордада өткіземіз, Түркістанның, Кентаудың базарларында өткіземіз, Жетісайда өткіземіз, автобустар шығатын жерлердің бәрінде өткіземіз. Бірақ халық түсіну керек. Түнде емес, күндіз шықсын автобустардың барлығы. Мәселе бұл әрине түбегейлі проблеманы шешпейді, Бірақ та сәл де болса өз септігін тигізеді. Және де жалпы биліктің, халықтың назарын аударады мына мәселеге. Біздің жаңа бір хатымыз Қазақстан темір жолына бағытталған. Оның ішінде біз осы мәселенің бәрін айттық. Әрине мына тұрған автобустардың бәрі айналып келгенде тығатын болсаңыз 2-ақ составқа сиіп кетеді. Егер де күнде кешке 6-та, 7-те, 8-де, 5-те мысалға пойыздардың бәрі арзан бағамен шығатын болса, әрине халықтың бәрі пойызға мінер еді. Бірақ та ол пойыздардың бәрі ары қарай Жетісайға, Сарыағашта, Кентауға бәріне бармайды ғой. Сондықтан халыққа автобусқа мінген тиімді. Бірақ та бұл жерде мынау автобустармен жұмыстың мәселесі қазір төмен болып тұр. Автобустармен жұмыстың мәселесі төмен болып тұр. Сондықтан егер де халық автобуспен барғысы келе ме, автобуспен барсын. Темір жолмен барғысы келе ме, темір жолмен барсын. Әуе жолмен барғысы келе ме, әуе жолмен барсын. Бірақ та мемлекет соған жағдай жасау керек, мүмкіншілік жасау керек. Автобуспен баруға да, темір жолмен баруға да, әуе жолмен баруға да барлық тиімді жақтарының барлығын қарастыру керек. Ал енді автобуспен барудың ең оңтайлы жолы менің ойымша таңертең шығу керек. Осы жерде базардың өкілі келіп айтты, таңертең де шығатын автобустар бар дейді. Онда 11-де белгілі бір автобустар шығады дейді. Яғни белгілі бір бағыттарды, белгілі бір автобустар егер таңертеңге ауыстыратын болса, онда мәселе өзінің шешімін табу мүмкін еді. Сәл де болса мысалға. Әрине бұл түбегейлі автобустардың бәрі таңертең шықса, авария азайып кетеді, жоғалып кетеді деген сөз емес. Бірақ та сәл де болса мәселенің проблеманың шешуіне өз септігін тигізеді.